Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге жасалу жолы өте оңай пирогтың рецептісін ұсынамын. Ол үшін алдымен жұмыртқаға қант, айран, сұйық майды қосып араластырамыз. Менде мұнда ұн мен қопсытқыш жұмыртқалы массамызға 2 бөлікке бөле отыра қосып араластырып аламыз. Формаға пергамент қағазын төсеп 180 градуста 35-40 минут пісіреміз. Пирогымыз дайын. Өз қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Мен бетіне осылай қант ұнтағын сеуіп шықтым. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Балзия ас болсын.